Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге өте дәмді, ерекше асқабақтан құймақты бәліштің рецептісімен бөлісетін боламын. Керекті азық-түліктерді описанияға қалдырамын. Жұмыртқаны табағымызға салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Оның үстіне тұз бен қантты салып араластырамыз. Одан кейін сүт құямыз. Араластырып, сұйық майымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнымызды саламыз. Үккіштен өткізілген асқабақты салып, бір келкі болғанша араластыру керек. Енді кремін дайындайтын боламыз. Ыдысымызға қаймақ, оның үстіне майонез және сарымсағымызды салып араластырамыз. Одан кейін аскөгімізді турап кремнің үстіне саламыз. Жақсылап араластырамыз, біздің креміміз дайын. Енді табамызға сұйық май құйып, отқа қойып қыздырамыз. Видеода көрсетілгенде құймақтарымызды пісіреміз. Екінші бетіне аударамыз. Барлығын солай пісіріп шығамыз. Құймақтар өте жұқа және жұмсақ болып піседі. Енді бәлішімізді жинайтын боламыз. Әрқайсысын бір біртіндеп салып, үстіне крем жағып, солай қайталайсыздар. Және тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып кремін сіңдіреміз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша әртүрлі етіп сәндеуге болады. Ортасына скумбрия сияқты заттарды салуға болады. Осымен біздің тіске басарымыз дайын. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жібек. Назарларыңызға рахмет.